Серікжан Біләш, төлқұжат бойынша Бияш, Қазақтың қоғам саяси және құқық қорғау қайраткері, бұрынғы кәсіпкер, Атажұрт Қазақ Human Rights ұйымының жетекшісі, видеоблогер. 1975 жылы Қытайда Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданда Сайрам көлі Қазақ автономиялық округінде дүниеге келген. Қытайдағы қазақтардың құқығын қорғаған алғашқылардың бірі және Шыңжаңдағы лагерлер тақырыбын алғаш көтергендердің бірі. Қазіргі уақытта Вашингтонда ақш-та тұрады. Орта жүздегі Найман тайпасының Қаракерей руының болатшы тармағынан шыққан. Ұлты қазақ, жұбайы Ләйла Әділжан, діні ислам. Балалық шағы сол кездегі Қытайдың шеткі аймақтарына тән өте тыныш өтті. Ол өте ауқатты отбасында өскен. Жасөспірім кезінде әкесі радиодан тараған қытайлық үгіттерге сенбеуді үйретті. 90-шы жылдардың аяғында Дэн Сяопиннің либералды экономикалық реформаларынан кейін ол кәсіпкер болып бизнеспен айналыса бастады. Кейінірек ашық Гонконгқа көшіп, бизнесін жалғастырды. 2000-ші жылдардың басында ол Еуропа мен Американы аралай бастады. 2008 жылы құқық қорғау қызметімен айналысты. Құқық қорғау қызметінің басталуы. Википедияның дерегіне сай 2008 жылы Үрімжідегі консулдық қызметкерлері қытайлар мен ұйғырларға еш қиындықсыз виза бергенімен, келесі жылға дейін қазақстандықтарға виза беруден бас тартты. Коллапс салдарынан кезек 10 мыңға дейін жеткен. Әділетсіздікті көрген Серікжан Біләш пен оның командасы Үрімжі қаласындағы кеңселеріндегі адамдардан жазбаша арыз шағымдарды қабылдай бастады. Кейін шағымдарды Азаттық радиосына жібереді. Тағы да сол Википедияның дерегіне сай, осыдан кейін Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хатшысы мәлімдеме жасап, Серікжан Біләшті арандатушы деп атап, Үрімжіде жүрген қазақтарды оған қарсы арыз жазуға шақырды. Куәгерлердің айтуынша, азаматтар виза беру үшін Серікжанға қарсы арыз жазуға мәжбүр болған. Консулдықтың қысымынан кейін жазбаша арыз жазған адамдар Серікжан Біләштің командасына қатысы бар екенін мойындаудан бас тартқан. Немесе виза беру үшін құқық қорғаушылардың өзіне қарсы куәлік берген кезде, келесі күні Серікжан Біләш бейнекамерасымен келді. Камераға шағымданған адамдар консулдық тарапынан болуы мүмкін қысымға байланысты алдағы уақытта өз сөздерінен бас тарта алмады. Өйткені мұның бәрі видеоға өз еркімен түсірілген. Осы сәттен бастап ұйым шағымдар мен өтініштерді тек бейне форматта қабылдайды. Атажұрт Қазақ Human Rights 2019 жылы ұйымының штаб-пәтері Алматы қаласындағы Жібек жолы көшесінің 50-ші үйінде болды және Қытайдағы қазақтарға қатысты құқық қорғау қызметімен ғана айналысты. Бірақ сол жылдың сәуір айында коронавирустық пандемия тұсында Қазақстан билігі ұйымды заңсыз деп танып, штабқа рейд ұйымдастырды. Ал көшбасшысы Серікжан Біләштің өзі қамауға алынып, оған ұлтаралық араздықты қоздырды және Қытай мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты бұзды деген айып тағылды. Қазақстан билігі Біләштің үстінен ұлтаралық алауыздықты қоздырды деген айыппен іс қозғап, белсендіні 5 айдан астам уақыт Нұр-Сұлтанда үйқамақта ұстады. Кейін оның ісін тұрғылықты мекенжай бойынша Алматы қаласына ауыстырды. Алматының Әуезов аудандық соты 16 тамызда кінәсін мойындайтыны туралы прокурормен процестік келісім жасаған Серікжан Біләшке 110 мың теңге, шамамен $288 айыппұл салып, шартты жаза тағайындады және 7 жылға дейін қоғамдық ұйымдарды басқаруға тыйым салды. Біләштің серіктесі Бекзат Мақсұтханның айтуынша, Серікжан бостандыққа шыққаннан бері барлық есеп шоттары қамауға алынған, тәркіленген дүние мүліктері қайтарылмаған, көлікке құқығы да қайтарылған. Оған қатысты 2 қылмыстық, 1 әкімшілік іс қозғалды. Іс жабылмады. 2020 жылдың желтоқсан айында ол отбасымен Қазақстаннан Стамбулға кетті. Кейін Америкаға, Құрама Штаттарына кетуге мәжбүр болды. 2022 жылдың ақпанында ұйым Алматыдағы штаб-пәтерін қайта ашты. Бірақ кейбір мүшелері мен жетекшісі Серікжан Біләш ішкі қудалау қаупіне байланысты әлі де шетелде жүр. Қазіргі уақытта ұйым қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстан билігінен зардап шеккен адамдардан видео хабарламалар алып, оны батысты құқық қорғаушылар мен саясаткерлерге жеткізуде.